Бір кездері Петя есімді кішкентай бала өмір сүріпті. Ол әр түнде ұйықтар алдында өзінің ең жақын досы Пуша есімді ойыншық қонжықпен ең таңғажайып оқиғалармен бөлісетін. Пуша үлкен жылтыр көздері және жұмсақ қоңыр жүні бар аю болды. Ол әрқашан Петя сиқырлы әңгімелерін бастаған кешті асыға күтетін. Бір күні кешке терезенің сыртында ай жарқырап тұрғанда Петя Пушаны қолына алып ертегіні бастады. Бүгін мен сендерге барлық аңдар сөйлесіп, бір-бірімен дос болған сиқырлы орман елі туралы айтамын. Осылайша Петя әңгімесін бастады. Сиқырлы орманды жер. Күн нұры қалың жапырақты жарып өткен орманның қойнауында тиіндер тұқымдасы өмір сүрді. Беляночка есімді ең жас тиін ағаш үйінің сыртында не болып жатқанын білуге әрқашан қызығушылық танытты. Бір күні таңертең Беляночка орман арқылы саяхаттауға шешім қабылдады. Ол өзімен бірге кішкене қап жанға қалып секірді және жол бойымен жүрді. Ол жолда қоян есімді қоянды кездестірді. «Сәлем, Беляночка», деді Банни оның жанына секіріп. «Сен қайда бара жатырсың?» «Мен орманның тереңінде не бар екенін көргім келеді» деп жауап берді Беляночка. «Мүмкін менімен келерсің?» «Әрине», деп келісті қоян да екеуі бірге жолға шықты. Олар көптеген әдемі гүлдер өсетін ашық жерге келгенше жүріп жүрді. Мұнда олар шірік атты кішкентай құсты кездестірді. «Сәлем, Чирик», деп айқайлады Беляночка. «Біз орманды зерттейміз. Сіз қосылғыңыз келе ме?» Сүйсініп, Чирик ән айтып, жаңа достармен бірге ұшып кетті. Олар әрі қарай жүріп кенет тыныш айғай естиді. Бұл Квакуша есімді кішкентай бақа болып шықты. Ол адасып үйіне жол таба алмады. «Жылама, Квакуша», деп сендірді Беляночка. «Үйге жол табуға көмектесеміз». Олар бірге жолға шығып, көп ұзамай Квакуши отбасы тұратын әдемі көлді тапты. Кішкентай бақаның қуанғаны сонша, ол жаңа достарының арқасында үйіне жол тапты. Сиқырлы сарқырама. Сапарларын жалғастыра отырып, Беляночка, Банни және Чирик сиқырлы сарқырамаға тап болды. Ондағы су кемпір қосақтың барлық түстерімен жарқырап, одан тыныш әуезді қоңырау шықты. «Қараңдаршы, сарқырама қандай әдемі», деп айқайлады Чирик. «Жақын келейік». Олар сарқырамаға жақындап, оның астында үңгірге кіретін жер екенін анықтады. Қызығушылығы күшейіп, достар ішке кіруге шешім қабылдады. Үңгірден олар қараңғыда жарқыраған көптеген асыл тастар мен кристалдарды тапты. Үңгірдің ортасында жұмсақ көк сәуле шығаратын үлкен кристалл болды. Кенет одан дауыс шықты. «Қош келдіңіздер, кішкентай достар. Мен сарқыраманың сақшысымын. Сен менің үйімді таптың, енді мен саған өз оқиғамды айтып беремін». Сарқырама сақшысы көп жылдар бұрын сиқырлы орман осы сарқыраманың арқасында зұлым күштерден қорғалғанын айтты. Бірақ бір күні зұлым сиқыршы сарқыраманың сиқырын ұрламақ болды. Орман жануарларының батылдығының арқасында сиқыршы жеңіліп тыныштық орнады. «Сіздің саяхатыңыз бен достығыңыз маған сол тамаша күндерді еске түсіреді», деді Гуардиан. «Осы кішкентай кристалды біздің алғысымыздың белгісі ретінде алыңыз. Ол әрқашан қиын сәттерде сіздің жолыңызды жарықтандырады». Үйге қайту. Қуаныштан жарқыраған Беляночка, Банни және Чирик қамқоршыға алғыстарын айтып үйлеріне қайтты. Қайту жолы оңай және көңілді болды, өйткені енді оларда жолды жарықтандыратын сиқырлы кристалл болды. Олар Квакушаны кездестірген алаңқайға оралғанда, оларды нағыз орман кеші күтіп тұрды. Барлық жануарлар достарының шытырман оқиғаларын естіп, олардың оралуын тойлау үшін жиналды. «Енді біз бірге кез келген қиындықты жеңе алатынымызды білеміз», деді Беляночка. «Ал бұл достық біздегі ең сиқырлы нәрсе», деп қосты Банни. Твит достарымен келісіп, жай ғана көңілді шырылдады. Сиқырлы орманның құпиясы.
Бірнеше күн өтті. Бір күні таңертең Беляночка, Банни және Чирик орманның шетінде жаңа жұмбақ орман пайда болғанын анықтады. Бұл олардың туған ормандарынан өзгеше көрінді. Мұндағы ағаштар биік, ал жапырақтары жарқын және үлкенірек болды. Бұл қандай орман? Қоян таң қалды. Ол бұрын мұнда болмаған. Кеттік, қарап көрейік, деді Чирик қанаттарын қағып. Біз абай боламыз деп ескертті Беляночка. Ол жерде не болуы мүмкін екені белгісіз. Олар сиқырлы орманға мұқият кірді. Орман іші бұрынғыдан да әдемі болды. Әр қадам сайын таңғажайып өсімдіктер кездесіп, жолды отты жарқыратып, бейтаныс гүлдердің хош иісі аңқып тұрды. Достар әрі қарай жүріп, үлкен көнейімен ағашын кестірді. Оның бұтақтары аспанға созылып, діңінде міне ұлы шытырман оқиға басталады деген жазу ілулі тұрды. Орман рухы. Инетемен ағашының арғы жағынан жарқыраған бейне пайда болды. Бұл орманның рухы Савафия атты дана кәрі бүкі болды. Оның көздері жұмсақ нұрмен жарқырап, дауысы әуезді және тынышталды. Сәлем, кішкентай достар, деді Савафия, сіз үлкен құпия жасырылған сиқырлы орманға келдіңіз. Сіздің жүрегіңіз батылдық пен достыққа толы, сондықтан мен сізді бұл тапсырмаға таңдадым. Қай тапсырма? Деп сұрады Беляночка, достарымен көз алмасып. Сиқырлы орманның тереңінде күш пен даналық беретін сиқырлы көз бар, деп түсіндірді Савафия. Достар өздерінің достығы кез келген қиындықты жеңе алатынын дәлелдеуге бел буып, бұл сынаққа келісті. Бірінші тапсырма – достық лабиринті. Алғашқы сынақ оларды биік бұталардан жасалған үлкен лабиринтке апарды. Кіре берісте достыққа сенгендер ғана жол табады деген жазу ілінді. Біз бірігіп, бір-бірімізге көмектесуіміз керек, деді Беляночка. Ендеше біз міндетті түрде басқарамыз. Достар лабиринтке кіріп, жол іздей бастады. Әр қадамда олар кедергілерге тап болды. Биік қабырғалар, шатастыратын жолдар және тұйықтар. Бірақ олардың достығының арқасында олар әрқашан жолды тапты. Қоян орнынан секіріп, бағытты ұсынды. Беляночка өткір көздерімен ең кішкентай бөлшектерді байқады, ал Твит лабиринттің үстінен көтеріліп, оларға бүкіл суретті көруге көмектесті. Көп күш салып, олар лабириинттен шықты. Савафия оларды шыға берісте күтіп тұрды, және ол бірінші сынақтан сәтті өтуімен құттықтады. Екінші тапсырма – батылдық өзені. Келесі сынақ оларды кең де дауылды өзенге апарды. Арғы жағында көпір болған, бірақ ол бұзылған. Өзеннен өту үшін батылдық танытып, арғы бетке өтудің жолын табу керек, деді Савафия. Достар ықтимал шешімдерді талқылай бастады. Қоян судан шығып тұрған тастардың үстінен секіруді ұсынды, бірақ өзен тым жылдам болды. Беляночка сал салуды ойлады, бірақ оларда қажетті материалдар болмады. Мен басқа жаққа ұшып, бізге өтуге көмектесетін нәрсені таба аламын, деді Чирик. Ол ұшып көп ұзамай ұзын, күшті жүзіммен оралды. Олар жүзімнің бір шетін өл жағасындағы ағашқа бекітті, ал шірік екінші ұшын қарсы жағаға апарып, сонда бекітті. Осылайша олар арқан көпірге ие болды. Әуелі жүзім бұтасын жағалап жүруге қорықты, бірақ бір-бірінің қолдауымен, жігерленуімен үшеуі де арғы бетке өтіп кетті. Савафия оларды тағы да күлімдеп қарсы алды. Сіз батылдық пен ұжымшылдық таныттыңыз. Соңғы сынақ қалды, деді ол. Үшінші сынақ – даналық төбесі. Соңғы сынақ оларды биік төбеге алып шықты. Төбенің басында табиғат даналығын түсінетіндер ғана көзін табады деген жазуы бар, тас тұр екен. Достар төбеге көтеріле бастады, бірақ көп ұзамай жолдың тік және қауіпті болып бара жатқанын түсінді. Аяқ астындағы тастар тайғақ болды, әр қадамы үлкен сақтықты қажет етеді. Біз баяу және абайлап жүруіміз керек, деді Банни. Егер біз асығыс болсақ, құлап қалуымыз мүмкін. Олар орманның дыбыстарын мұқият тыңдап, табиғаттың ізіне еріп, одан сайын жоғары көтерілді. Беляночка жолда дұрыс бағыт таңдауға көмектескен аяқ іздерін байқады.
Оян тоқтайтын қауіпсіз жерлерді тапты, ал ағаштан ағашқа ұшып бара жатқан Твит барлығының қауіпсіз екеніне көз жеткізді. Олар шыңға жеткенде, оларды сиқырлы көзден шыққан жарқын сәуле қарсы алды. Ондағы су жарқырап таңғажайып көрініс тудырды. Сіздер достық, батылдық пен даналығыңыз үлкен сыйлыққа лайық екенін дәлелдедіңіздер, деді Савафия олардың алдына шығып. Енді сіз бұл көздің күшін орманды және достарыңызды қорғау үшін пайдалана аласыз. Достар Савафияға алғыстарын айтып, сиқырлы көздің бір бөлігін алып үйлеріне қайтты. Олар енді олардың орманы қауіпсіз болатынын, қиын сәтте бір-біріне әрқашан көмектесетінін білді. Шындыққа оралу. Петя әңгімесін аяқтаған соң, Пушаға қарап, аюының күлімсіреп тұрғанын көрді. Пуша, деді Петя, сен менің ертегілерімді үнемі ықыласпен тыңдайсың. Сіз әлемдегі ең жақсы доссыз. Пуша әрине жауап бере алмады, бірақ Петя оның аюда солай сезінетінін білді. Екеуі де түнде бір-біріне айтатын жаңа шытырман оқиғаларды, жаңа ертегілерді армандап, тәтті армандар әлеміне түсті. Осылайша Петя мен Пуша бір-бірін жаңа шығармашылық оқиғаларға шабыттандырып, сүйікті адамдарыңызбен бақыт бөлісудің қаншалықты маңызды екенін көрсете отырып, ертегілер қуанышымен бөлісуді жалғастырды.